Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 67-ші сабақты өтеміз. Пропорционал бөлуге берілген есептер атты тақырып. Олай болса балалар, сабағымызды бастайық. Пропорционал бөлуге берілген есептер, табиғи жағдайлар және олардың мамандықтар үшін маңызы. Жаңаны оқып үйрену. Екі қосынды бойынша белгісізді табу түріндегі пропорционал бөлуге берілген есептерге талдау жасау. Және де оларды шығаруды бүгінгі сабақта біз үйренетін боламыз балалар. Бізге берілген бірінші тапсырма: егер жер құнарлы болса, онда алатын өнім мол болады. Фермерлер туралы есептерді шығар дейді. Фермер егістіктен 48 центнер, ал көршісі одан 3 есе кем картоп жинады. Олардың әрқайсысы картопты қаптарға 80 килограммнан теңдей бөліп салды. Екеуі бірге қанша картоп жинады дейді. Шешуі: бізде балалар фермер егістіктен 48 центнер алған, ал 48 центнерді біз 3 есе кем картоп жинады дейміз. Осы 3-ке бөлеміз, сонда 16 центнер шығады. Енді осы 16 центнерді біз килограммға, осы 48 центнерді біз килограммға аударсақ, 480 килограмм болады. Себебі бізде бірдей 80 килограммдық қаптарға бөліп салған, сол үшін де біз центнерді килограммға айналдырып аламыз. 48 центнерді балалар біз килограммға аударғанда 4800 шықты. Енді осы 4800-ді біз бөлеміз 80-ге, себебі бізде бірдей 80 қап килограмм деді, қаптың мөлшері, яғни 80 килограмм. Бізде шығады 60 болады, яғни 16 центнерді біз килограммға аударсақ, 1600 килограмм болады. Енді осы 1600-ді біз бірдей 80 килограммдық қапқа бөлетін болсақ, бізде 20 шығады. Енді осы 20-ны біз 60-қа қосамыз, сонда 80 болады. Яғни екеуі бірге 80 қап картоп жиналады екен. Енді балалар, сіздерге бұл есеп түсінікті болса, келесі есепке назар аударайық. Жинаған жемісті салу үшін саяжай иесі алма салатын 6 жәшік, алмұрт салатын дәл осындай 4 жәшік сатып алды. Барлығына 5000 теңге төледі. Кестені қара, бір жәшіктің бағасын тап дейді. Балалар, ол үшін біз осы 6-ны көбейтеміз. 4-ке 10 шығады, То есть 6-ға 4-ті қосамыз, 10 шығады. Енді 5000 теңге төледі дейді. Осы 5000 теңгені біз осы шыққан 10-ымызға бөлеміз. Сол кезде 500 шығады. Яғни бізде балалар бір жәшіктің бағасы 500 теңге болып тұр. Келесі есеп. Есепті шығару үшін онда қандай шамалар берілгенін анықта. Жәшіктің бағасын бірден білуге бола ма? Неліктен? Осы есепті шығару жоспарын құр. Бірінші балалар, алдымен қанша жәшік сатып алынғанын анықтаймыз. Одан кейін екінші бір жәшіктің бағасын табамыз. Мінеки балалар, осы ережені есте сақтап алғандарыңыз жөн. Келесі тапсырма бізде. Кестеге қара, бұл есепте 2 сұрақ берілген. Оларды ата. 6-шы жәшік қанша тұратынын қалай білуге болады? Есепті шығару жоспарына қара дейді. Енді біз балалар есепті шығару үшін барлығы қанша жәшік сатып алынды дейді. Барлығы бізде 6 жәшік және де 4 жәшік берілген. Осы екеуінің қосындысы бізде 10 жәшікті құрайды. Одан кейін бір жәшік қанша теңге тұрады дейді. Бір жәшікті тауып алу үшін біз барлық жәшікке кеткен соманы бөлеміз барлық жәшіктің жаңағы санына. Бізде ол 5000-ді бөлеміз 10-ға, яғни 500 теңге. Әр жәшік бізде 500 теңге тұрады екен. 6 жәшік қанша теңге тұрады? 6 жәшік қанша теңге тұратынын білу үшін біз осы 500 теңге, ол бір жәшік, бізде бары 6 жәшік, осы 500-ді көбейтеміз 6-ға, сонда 3000 теңге тұрады.
Төртінші жәшік қанша теңге тұрады? Төртінші жәшікті тауып алу үшін бір жәшігіміз 500 теңге болса, оны көбейтеміз 4-ке, тең болады 2000 теңге. Тексеру: 3000 теңгеге қосамыз 2000 теңгені, яғни барлық жәшіктің сомасы бізде 5000 теңге шықты, яғни есебіміз дұрыс. Есептің жауабы: 6 жәшік 3000 теңге тұрса, 4 жәшік 2000 теңге тұрады екен. Қысқаша жазбаның орнына сызба жасауға болады дейді. Балалар, сызбадағы бөліктер нені білдіреді дейді. Бұл жердегі бөліктер бізде балалар 6 жәшік және де 4 жәшіктің кесіндісі түрінде берілген. Сызбаны басқаша қалай жасауға болады? Бұл есеп екі қосынды бойынша белгісізді табу түріндегі пропорционал бөлуге берілген есептер. Балалар, сіздерге үшінші есеп түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, келесі есепті жалғастырамыз. Есіңде сақта: екі қосынды бойынша белгісізді табуға берілген есептер өзара байланысты үш шамадан тұрады. Ондай есептердің шарттарында бір шаманың екі мәнінің қосындысы берілген. Ізделініп отырған шаманы табу үшін алдымен басқа екі белгілі шаманың қосындысын табуымыз қажет. Жұптық жұмыс бізде балалар: есепті шығар. Төртінші есеп: екі бригада бірге 150 қап пияз жинады. Олардың біреуі 4500 килограмм, ал екіншісі 3000 килограмм жинады. Әр бригада қанша қап пияз жинады? Есептің шешуі балалар: 4500 килограммды біз қосамыз 3000 теңгеге. Яғни біреуі мен екіншісінің қосындысы бізде 7500 теңге болады. Яғни барлығы бізге 7500 теңге қап пияз жинаған. Яғни біреуі және екіншісінің қосындысы 7500 болады. Осы 7500-ді біз енді 150-ге бөлеміз. 150-ге бөлген кезде әр қап 50 болған. Енді 4500-ді бөлеміз осы 50-ге, бізде 90. Бір бригада, яғни 90 килограмм пияз жинайтын болған. Енді осы 3000-ді бөлеміз 50-ге, әр екінші бригада. Есептің жауабы балалар: бірінші бригада бізде 90 қап жинаған, екінші бригада 60 қап жаңағы пияз жинады. Енді балалар, келесі есепке көшейік. Бесінші есепті шығар. Қатынау саны 1-де 2 жүк мәшинесі 99 тонна жүк тасымалдады. Бір рет қатынағанда біреуі 4 тонна, ал екіншісі 5 тонна жүк тасымалдайды. Жүк мәшинелердің әрқайсысы қанша тонна жүк тасымалдаған? Шешуі: 5 тоннаға 4 тоннаны қосамыз, 9 тонна болады. Бұл бір ретті қатынау бізде. Енді 99 тоннаны бөлеміз осы 9 тоннаға. Яғни 11 қатынау саны бізде 11 болады. Енді осы шыққан 4-ті көбейтеміз 11-ге, 44. Келесі бізде 5. 5 жүк тасымалдайды деді. Осы 5-ті көбейтеміз 11-ге, яғни бізде 55. Екінші жүк мөлшері. Жауабы: бір жүк машинасы 44 тонна, ал екінші жүк машинасы бізде 55 тонна жүк тасымалдаған. Келесі есеп 6. Тік төртбұрыштан қиып алынған фигуралардың ауданын табудың әр түрлі тәсілін қарастыр және түсіндір. Бұл жерде балалар бізде бірінші боялған қабырғаны, яғни ауданын алған. Бұл жерде бізде мысалы 7 мен 5 екеуінің көбейтіндісі 35-ке тең болады. 7 жерде 5-ім 35. 35-тен алған бір бұрыштың ауданын. Бұл жерде бізде мысалы 2 мен 5-ті көбейтіндісі 10-ға тең болады. Енді 35-тен 10-ды алсақ, бізде 25 сантиметр қалады. Екінші бұрышта бізде 10 сантиметр, осы 2 мен 5-тің көбейтіндісі 10 сантиметр, оған қосқан 15-ті. Яғни 3 пен 5-тің көбейтіндісі 15, 25 сантиметр болады. Келесі есепте бізде
7 мен 3-тің көбейтіндісі 21, яғни бір қабырғаның ауданы бізде 21, оған қосқан 4-ті 25 сантиметр квадрат болады. Енді өзің осындай фигураның ауданын табудың әртүрлі тәсілін қарастыр дейді. Бізде балалар мынандай қылдырып алдық, яғни бірінші боялған қабырға 8-ге 5-ті көбейтеміз 40 болады, ауданы 40. Енді оны 12 қиып алынған қабырға 12 болады. 40-тан біз 12-ні алып тастаймыз. Сол кезде бізде есептің шешуі 28 сантиметр квадратқа тең болды. Келесі 7-ші есеп. Тапсырманы орында. Марат ағай қара өрік терді. Ол 15 данасын Алияға, қалғанын жартысын Айнаға берді. Содан кейін оның себетінде 10 қара өрік қалды. Марат аға барлығы қанша қара өрік терген? Есепті шығаратын болсақ, балалар, бұл жерде 10-ды қосамыз 20 болады. Осы 20-ға енді 15 данасын Алия терді, соны қосамыз, сонда 35 болады. Енді есептің жауабы 35 қара өрік терген болып саналады. 8-ші есеп шығармашылық жұмыс. Астық өсіру үшін қандай қолайлы табиғи жағдайлар қажет екендігін білесің бе? Диірменде бидайдан ұн тартады. Сызба бойынша ұн туралы пропорционал бөлуге есеп құрастыр дейді. Олай болса, балалар, есепті құрастыратын болсақ, 2-ге 3-ті қосамыз, берілген тең 5 болады. Енді 200, 200-ді осы бізде берілген 200 тоннаны біз бөлеміз осы 5-ке. Тең болады 40. Енді 40-ымызды көбейтеміз 2-ге 80 болады. Енді бізде 3 берілген, енді осы 3-ті көбейтеміз 40-қа, 120 болады. Есептің жауабы бір диірмен 80 тонна, ал екінші диірмен 120 тонна шығады екен. Келесі 9. Ойлан және жауап бер. Фермер 5 сиыр, бірнеше түйеқұс пен қоян өсіреді. Сиырлардың аяғының саны түйеқұстардың аяғының санына тең және қояндардың аяғына қарағанда 4 артық. Фермерде барлығы неше сиыр, түйеқұс және қоян бар дейді. Балалар, есепті шығарып көрейік. 5 сиыр бар дейді. Бұны біз көбейтеміз 4-ге 20 шығады. Енді осы 20-ны біз 2-ге бөлеміз. Сол кезде бізде 10 шығады. Енді осы шыққан 20-дан біз алып тастаймыз 4 артық дегенді, яғни бізде 16 шығады. Осы 16-ны біз енді қайта 4-ге бөлеміз. Сонда бізде 4 шығады. Енді біз жауабы 5 сиыр, 10 түйеқұс, 4 қоян бар екен. Келесі есепке көшетін болсақ, 10-шы есептерді шығар. Оқушы бірдей бағада барлығы 10 дана торкөз және жолды дәптер сатып алды. Торкөз дәптерге ол 150 теңге, ал жолды дәптерге 100 теңге төледі. Оқушы неше торкөз дәптер және неше жолды дәптер сатып алды? Есептің шешуі 150-ге біз қосамыз 100-ді, оны бөлеміз 10-ға, 25 шығады. Енді осы 150-ді біз бірінші 25-ке бөлеміз, 6 шығады. 100-ді бөлеміз 25-ке, 4 шығады. Демек, 6 торкөз, 4 жолды дәптер сатып ал. 6 торкөз, 4 жолды дәптер сатып алынған. Әй есебі кассаға қандай ақшалармен төлеу мүмкін? Бір мүмкін нұсқаны жаз. 250 теңге тең болады 200 теңгеге қосамыз 50-ді. 250 теңге 100-ге қосамыз 100-ді, оған қосамыз 50-ді. Сонда 250 теңге болады. Мінекей дәл осындай нұсқамен жаңағы ақша төлесе болады екен. Олай болса, балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.